Санкцияның салқыны ақ қағазға да әсер ете бастады. Кеңсе тауарлары сатылатын дүкендерде А4 форматындағы қағаз жоқтың қасы. Барының бағасы удай. Кейбір сауда орындары тіпті оны қарапайым тұлғаларға сатуға тыйым салыпты. Тек заңды тұлғаларға ғана саудалап жатыр. А4 қағазының бағасын көрсең жылағың келеді. Бағасына қарамай сатып ал. Қызылордалық кәсіпкер Жасұлан Серіков әлеуметтік желіде осындай жазба қалдырған. Оның бизнесі тікелей қағазбен байланысты. Сондықтан саудадағы құнымыз да өсті дейді. Айтуынша қазір дүкендерден ақ қағаз табу үлкен проблема. Ал негізгі өндіруші Ресейдің сату сайттарында баға 10 есе өскен. Қағаздың нарықтағы сұранысы жоғары болғандықтан мұны алаяқтар сәтті пайдаланып жатыр дейді. OLX сияқты әртүрлі сайттар қарайтынбыз, қағаз сатылу өте көп жазылуда. Олардың бағасы өте арзан болады нарықтан. Біз қағазымыз қазір КАМАЗымыз жүрейін деп тұр, жүк көлігі тезірек қазір төлесеңіз, сізге қажетті бөлшектерін сіздің қалаңызға дейін жеткізіп береміз. Тез арада қазір жеткізіңіз деп сөйтіп алдап ақшаны қағып алатын алаяқтар бар. Қазақстанға қағаздың жеткізілмеуіне Ресейдегі ірі зауыттардың жабылып қалуы себеп болып отыр. Өйткені кәсіпорында қағаз дайындауға арналған шикізат таусылған, ал ол Финляндиядан жеткізіледі. Қазір соғысқа байланысты көптеген шетел көрші елге экспортты тоқтатқан. Жағдай бұлай жалғаса берсе, ел нарығында қағаз тапшылығы болуы мүмкін дейді кәсіпкер. Шешу керек, шешу жолдардың бірі қазір біз басқа нарықты іздеу керекпіз, яғни Қытай нарығынан қарау керекпіз, қанша теңгеден бізге қағаз алып келуге болады, немесе Еуропа елдерінен, Индиядан деген сияқты мемлекеттерден қағаз импорттауды қарастыру керек. Бұның алдында бұл 1000-1800 болып жүрген. Қазір резко көтеріліп кетті бағалар. Кеңсе тауарларын сататын дүкендерді базардағы дүңгіршектерді аралап көрдік. Қағаз жоқ. Бір жерде бар екен, бірақ ол да сатылып кетті. Құны 3000 теңге. Саудагерлердің айтуынша тауар алдағы 2 айда мүлдем болмауы мүмкін. Оларға жеткізушілердің өзі солай айтқан көрінеді. Мүлдем жоқ. Қалау заводтардың бәрінде жоқ. Фирмалар әкеп атқан көрін. 4000 теңгеден саттық қой. Коробкасы 20 000 теңге бір коробкасы. Сарапшылар қолданыстағы қағаздарды үнемді пайдалануға шақырды. Нақтырақ айтқанда екінші бет таза парақтарды тастауға болмайды. Оны керісінше кәдеге жарату керек. Тағы бір кеңес, жұмыс тәртібіндегі қағаз бастылықты шектеу. Тапшылықты естігенде Қазақстанда қағаз шығаратын зауыт бар ма деген заңды сауал туындайды. Мұны жауапты министрліктен сұрап көрдік, бірақ олар ақпарат беруге асығар емес. Асылбек Танияр, Мөлдір Тоқтасынқызы, Олег Федоров, Нұржан Махмудов, Астана Таймс.